мамандығым қазақ тілі пәнінің мұғалімі болғанмын. Еңбек өтілім 30 жылға жуық. Ең бірінші еңбек жолымды Алматы қаласында қазақ ұлттық дарын мектебінде бастадым. Бастапқы кезде завуч болдым, одан кейін конкурстың меңгерушісі болдым, одан кейін қазақ әдебиет пәнін сабақ бердім. Одан кейін қаламыздағы Жезқазған қаласындағы 22-ші мектепте сабақ бердім қазақ әдебиет пәнін. 2004 жылы және 2005 жылдары Астана қаласында Дарын ұлттық гимназиясында сабақ бердім. Сосын 45-ші мектепте Астанада бір жарым жылдай жұмыс істедім. Сосын Жезқазған қаласында нөмір 1-ші орта мектебінде қазақ әдебиеті сабағын сабақ бердім. Соңғы Жезқазған қаласынан осы жерге көшіп келмей тұрып 13-ші мектепте қызмет еттім, қазақ әдебиеті сабағын сабақ бердім. Енді мен қойған сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Негізі мен өз мамандығыма адалмын, өйткені менің ең басты мақсатым оқушыларды қазір абай оқулары, шәкәрім, мұқағали оқулары, сәкен оқулары, соған балаларды мәнерлеп оқуға тәрбиелеп, мен біраз балаларым республикалық байқаулардан өзінің орындарын алып елді мойындатқан, тіпті жаңағы Махамбет оқуларында Махамбеттің 78 өлеңін жатқа біліп, Индер қаласына барып, Махамбеттің табаны тиген жерге өлеңдерін оқып, астан тәу етіп, үлкен кәдімгі гран-при алып қайтқан. Одан кейінгі жетістігім Мұқағали оқулары, өздеріңіз де оқыды, білесіздер. Санаулы саясат. Мұқағалидың 400 өлеңін жатқа білді. Ол да облыстық, республикалық байқаулардың жеңімпазы болды, өзін көрсете білді. Мен енді шәкірттермен мақтанамын. Кез келген ұстаз өзінің шәкіртімен ғана мақтанады. Ұстаздың бағасы шәкіртіне қарап беріледі. Қандай сұрақтарыңыз бар? Жақсы, сіздің жаңағы сіз жетістіктерге жеткен балалардың енді ойнатқан. Бірақ сіз қазір сол қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалім ретінде қабылданбайсыз, сіз кәсіптік бағдар ретінде қабылданасыз. Штат, енді осы кәсіптік бағдармен жұмыс жасауға дайынсыз ба? Балаларды мамандыққа баулу. Кеше қарағым, іздендім, балалармен сауалнама өткізу керек екен, тренингтер өткізу керек екен, түрлі кездесулер ұйымдастыру керек екен. Жалпы мына мамандық әлеміне балаларды алып келіп, таныстырып, өмірде өзінің мамандығын саналы түрде таңдауына ықпал етуіміз керекпіз. Және баланың бойындағы сол мамандыққа қажет қабілет, қандай мүмкіндіктері бар, соны ашуымыз керекпіз. Баланың болашақ өміріне бағыт беретін біз боламыз деп ойлаймын. Бойынша жұмыс жасауға дайынмыз. Мектептің барлық баласы барлық штаттың білім шыңына жеткізуге дайынсыз. Және осы уақытқа дейін осы еңбек жолыңызда сынып жетекші болып жұмыс жасадыңыз ба? Енді бір-ақ жыл жасадым. 13-ші мектепте бір жыл жұмыс жасадым. Әріптестер сұрақтарыңыз болса. Енді мынау кәсіптік бағдар, балаларға кәсіптік бағдар беру деген өте актуальный вопрос дейді ғой, актуальный проблема. Қазір көп балалар мамандық таңдауда қателеседі, дұрыс бір бағдар беретін адамдарды таппай қалады. Ата-ана тарапынан, мысалы мектепте жүргенде ұстаздар тарапынан сондай артықтар келіп жатады. Сондықтан мен өзім қуаныштымын. Сондай бір штат беріліп, балаларға басыбайлы өмірдегі қадамын нақтылап, дұрыс бағдар беретін маман келгені, ол үшін біздің күректің жаңағыдай штат беріп, сондай жағдай жасаған, ол өте қуанышты жағдай. Ол биылдан бастап биылдан бастап өте жақсы, оған қуанып отырмын. Ендігі кезекте бұл енді жалпылама балаларға бағдар бергенде жалпылама бір сөз болып кетпеу керек. Іс-әрекет нақты болу керек сияқты балаларға мысалы. Ол үшін сіз енді тілектеспін, көбірек ізденесіз сіз бұл жолда, көбірек жаңағы білдім деп жатсыз ғой, не істеу керек, не болу керек. Жалпы өзіңіз көп, сіз кәсіптік бағдар беруге өзіңіз бірінші көбірек ізденіп, одан нақты балаларға нәтиже шығатындай, балалар сізге шынымен рахмет айтып кететіндей бір жағдайға жетуіңізге тілектеспін.
Рахмет. Жақсы. Сізге сеніміңіз мол. Енді оның кәсіптік бағдармен бұл бірінші не беріп тұр, штат беріп тұр. Бұрынғы кезеңде атқарылып жатқан бұл жұмыс бастапқы кезде әлеуметтік педагог айналысудан бір жыл кәсіптік бағдар бойынша мен айналыстым. Одан кейін қайтадан сол өзі орын таппай келе жатқан менің қызметім бір еді. Мен өте қуаныштымын осы кәсіптік бағдарды әркімге сенбей өзім нақты бір маман айналса жаңағы бала өзінің адаспай кәсібін таңдайды деп ойлаймын. Ол кәсіптік бағдар тек қана жоғары сыныптар емес, бұрындары айтатын бастауыштан бастап таңдау керек дейді балалар. Сол енді сіз жұмыс жасаған кезде осы бастауыш сыныптан бастап жоғары сыныпқа дейін мен сізді жұмыстарыңызға қырлап, сол жоспармен жұмыс істейтініне сенімдім. Өйткені жаңа айтып отырсыз, енді ұстаздық 30 жыл стажымыз бар, қаншама балаларға жетістіктеріміз бар деп сенің кәсіптік бағдарға байланысты да біздің мектептерде ертең енді осы штат ашылғаннан кейін байқауларда болуы мүмкін. Сол байқауларда біздің мектеп нөмір 1-ші мектеп, 1-ші орын алды деген нәтижеге жеткізуімізге мен сізді сенемін. Соған тілектеспін. Жалпы менен ұсыныс сіздерге. Егер де осы профайлинг болып қой, соған қатысты курстар оқулар болса жіберсеңіз, алдымен қаруланып алсам, біліп алсам, нақты кухнясына кіріп алсам, сосын ары қарай іс ала бастады деп ойлаймын. Енді штат берген курстар да болады. Курс болады. Бастамасынан алдымен сол оқып алғанымыз сияқты. Бізде мынандай болады, мысалы ауылдық жерлерде қыз түседі, қарды білесіздер. Мысалы отбасылық жағдай байланысты мен курсқа бара алмаймын деген Жоқ, мен ондай мұғалімдерді емеспін. Керісінше мен барып келіп, сосын оның насихаттарын келіп, айтқым келіп, жұртқа не үйрендім, не білдім, білсін деп. Және ол мысалы профайлингологтың жұмысы ол жалғыз өзі жұмыс істемейді. Бұл жерде мектеп психологы да жұмыс істеу керек, бұл жерде басқарушы мұғалімдер де көмектесу керек, сынып жетекшілер де жұмыс істеу керек. Сондықтан бұл жерде бірлесе жұмыс істейтін дүние бұл. Бір ғана адамның еңбегі көрінбейді бұл жерде. Бүкіл ұжым болып жұмыс істейтін нәрсе. Өйткені оқушы бәрімізді айтады ғой, илеп отырған пұшпағымыз бір дейді. Бәріміздің мақсатымыз бір кемедеміз. Сондықтан бірге жұмыс істейміз. қызметі болған негіз. Иә. Алғашқы дипломыңыз дейді. Иә. Жақсы университетке дейді. Жақсы. Мектепте де 2 апартамент төлеп қалдым. Қалған бәрі 5 болды. Категориям болған. Ұлтауға келген кезде мен 1-ші категориямен келгем. Енді осы категорияларын деп жүрген кезде Қазоған директор болып кеттім. 3 жыл, 4 жыл. Сонымен оның бәрі ары бері болды. Бірақ енді келешекте тест тапсырамын, аға өзіме қатысамын. Көрдім, онда не тапсырамын, бүкіл заңнан, эстетикадан, сосын педагогка, психология дайындалу керек. Шақырыңыз